Қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін дәмі чизкейк сияқты ерекше дәмді осындай пирогты жасаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Рецепт ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы тұрған сары май қажет болады. Оған бір жұмыртқаны, қантты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап шайқап аламыз. Жұмыртқалы массамыз жақсылап еріген соң келесі кезекте қопсытқышты, одан кейін ұнның жарты бөлігін ғана қосып, қасықтың көмегімен бірінші араластырып аламыз. Одан кейін қалған бөлігін қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды формасы міндетті түрде 23-26 см болатын осындай формаға әдемілетіп қамырларымыздың барлығын бортиктерін биіктетіп отырып, осылай жайып шығатын боламыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізде ірімшік, қаймақ қажет. Қаймақ қыздар міндетті түрде 20% болу керек. Одан кейін ірімшігіміз менде 9%. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Салмасына дәм беру үшін сәл ғана ваниль қантын да қоссаңыз болады. Одан кейін 2 ас қасық міндетті түрде жүгері крахмалын қосамыз. Әдемі түс беру үшін өзіңізге ұнайтын вареньеден 1 ас қасықтан қоссаңыз болады. Енді блендер көмегімен жақсылатып барлығын осылай езіп алатын боламыз. Алдын ала қыздырылып тұрған пеште енді 180 градуста 40-45 минут пирогымызды пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты бірінші формасында жақсылатып суытып аламыз 1 сағаттай. Одан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағат қалып қоямыз. Нағараңыздар қыздар өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің YouTube каналымда одан да күшті, қол жетімді ингредиенттен жасалатын пирогтар бар. Қарасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.